Құрметті аудан тұрғындары және жастары, 4 маусым Қазақстан Республикасының рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Осыған байланысты аудан тұрғындары арасында сауалнама жүргізетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Саламатсыз ба, мереке құтты болсын. Сізге бір-екі сұрақ қойып жіберсем. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы кім? Мемлекеттік рәміздер қай жылы бекітілді? 1992. Жауап бергеніңізге рахмет, мерекеңіз құтты болсын. Саламатсыз ба, мереке құтты болсын. Сізге бір-екі сұрақ қойып жіберсем. Мемлекеттік рәміздер күні қай күні аталып өтіледі? Мемлекеттік рәміздер күні бүгін, яғни 4 маусым күні аталып өтіледі. Дұрыс. Енді мемлекеттік тудың авторы кім? Мемлекеттік тудың авторы Шәкен Ниязбеков. Дұрыс, мереке құтты болсын. Сұраққа жауап бергеніңізге рахмет. Саламатсыз ба, бір-екі сұрақ қойып жіберсем бола ма? Мемлекеттік тудың сол жағындағы өрнек қалай аталады? Қазақ қою қошқар мүйізіміз. Дұрыс. Мемлекеттік рәміздер нені білдіреді? Сұраққа жауап бергеніңізге рахмет, сол үшін. Саламатсыз ба, сұрақ қойып жіберсем бола ма? Бүгін қандай мереке екенін білесіз бе? Бүгін Қазақстан Республикасының Рәміздер күні қай жылы бекітілді? 1992. Дұрыс, сұраққа жауап берген үшін рахмет, сол үшін сізге туыңызды тартамыз. Енді апай, осы рәміздер күніне орай құттықтау сөз айтып жібере аласыз ба, бір-екі ауыз? Қазақстан Республикасының азаматтарын, барша халықты осы рәміздер күнімен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, қуанышты күндеріңіз көп болсын.